әулие берген жер. Дұшпан келсе дабыл қағып ұрысса, ел ішінде кеткен кезде тыныш сәт. Құрбан болам елім деп, құрбан болам жерім деп, бұл барақтар атқа қонған туыстан. Құрбан болам елім деп, құрбан болам жерім деп, балбаяннан атқа қонған туыстан. Маңғыстаудың жатқа айтатын аңызын, өнеге мен өрнектеген әр ізін, ел басында тыңдатқан құлдарған құлдаттан перзентінген әбіш дейін абызын. Ел дегенде ердің кетер тынышы, сайыстың да барма қазір дұрысы. Сатып алған алтыннан маңдай керме талпынған, қымбат бізге әлмегіңнің көмісі. Аламан бұл айтыстағы сыңарым, көк жүзінде қалықтаған қыраным. Ұзақ өмір сүргейсің, аман есен жүргейсің, төлелердің өшірместен шырағын. Егі түйіп қазыдағы алғадан, жақсысың деп қағар мекен арқадан. Екі жеңді қайырып ап, отқан шығар әй бір ақынды құлатайық деп шалқадан. Халық үнін жеткізетін өлеңмен, біздің айтыс дәстүр емес көнерген. Қуат алып өнерден, өнер десе өлермен, жолыққанша қошаман бол көрермен. Қоштасарда Маңғыстауды қия алмаймын, бұл елге әнжырымды жернаймын. Бетімнен сүюіме болат дедің, сезімдесе негізі ұялмаймын. Кезінде тимедің ғой ренжіме, әйелімнен басқа ешкімді сүйе алмаймын. Қашанда жаныңызда сай болайын, жаныңда жарқыраған ай болайын. Бетіңнен сүйе алмайын деп айтасың, мен осы сөздеріңе байланайын. Қорықпа, бетімізден бір сүйгеннен ұрпағың тарап кетпейді айналайын. Ағайын, жұлдыз болып анамызда, тәтті сөздер қалды ғой санамызда. Қоймадың ғой бетіңнен бір сүйейін. Қоймадың ғой бетіңнен бір сүйейін. Ағайынның алғысын аламызда. Әйеліме айтып қойма, бірақ та сен қалсын тек екеуміздің арамызда. Аллах, Шалқарбай, Жұмаса, Атырау облысы. Жаңа он елу. Жаңағая Мусина, Батыс Қазақстан. Жаңа он елу. Енді ақындардың соңғы жылы қалды. Абай, Жолмағанбет, Маңғыстау. Мен айтсадым, Павлодар облысы Баянауыл ауданынан келіп тұрған алтын домбыраның иегері Асланбек Шұғатаев. Söz бастасам аласұрмай, жұрт алдында қалмасын жағы ашылмай. Жүзі нұрлы жамиғат барсыңдар ма, көзімнің ағы менен қарасындай. Қара жерді шаңытып шығып тұрмын, арғымақтың алдыңғы тағасындай. Өресі отпан таудан биік елдің, абыройың кетпеспін әр асырмай. Кеңдігім бұғалықтың айтар болсам, бекет жатқан үстірттің даласындай. Батырлығын сұрасаң келім берді, Құдай екенің ұл бар ма баласындай.
Сұлулығын сұрасаң Маңғыстаудың, жер бар ма қарт Каспийдің жағасындай. Абылақтан нұрым мен сүгір шалдар, сол заматтың секілді данасындай. Аман ба Маңғыстаудай құт мекенім, бағын ашқан жүргеннің бағашылмай. Қандай теңеу айтсам да жарасатын, ерлігің мен елдігің бар осындай. Қазынаңды жатырсың елге бөліп, қазақ дейтін өзеннің сағасындай. Қаралтын беріп жатқан қарт Маңғыстау, ақ сүт берген алаштың анасындай. Сөйлесем тума талант дарындардай, қар өлең қайыспайтын қабырғандай. Бір жақта айтыс болмай бірнеше жыл, тынысымыз болып ет тарылғандай. Айтысты күткендігің соншалықты, бұл залға келсіңдер ғой бәрін қалмай. Ералыдай рахмет әкімге де, өнерге беріп жатқан барым бардай. Ақындарды жатыр ғой қауыштырып, сарғайып күткен елге сабыр қалмай. Ендешеліп бір қиқу қылсаңдарша, ақ түйенің қарыны жарылғандай. Мен керекше мәз болып келіп тұрмын, жүкеңді көрген кезде жаным қалмай. Төбем көкке жетуге сәл қалып тұр, көк мойнақтың үйірі табылғандай. Алланың бүгін түссе сайқалауы, сөздерімнен болсыншы сайтан әрі. Бүгінгі айтыс суырды жеребеден, ой ұшқырлар осы жерде ой табады. Айтыстың да боп жатыр неше түрі, аралап ақындар жүр сайсалады. Өткен жолға айтпасам шоу айтысты, көңілін қалай ғана жай табады. Айтысқа шығып алып әншілердің, ақындармен бір болды айтар әні. Сонан кейін шайырлар рингті де белгіледі спортшыдай шайқағаны. Ал енді күні бұрын жұптағанда, ақынның орман кезет ой турабы. Бірақ біздің ерекше бүгінгі айтыс, шын мықтының жапырағы жайқалады. Осы айтысқа Аспанбек сен де кепсің, айтқанынан көбірек айтар әлі. Кезек беріп қанекей бір байқайық, тіліңнен қаншалықты майтамады. Қатқақта жүйрік болғыш мәстектердің, батпақта бар болмысы байқалады. Батпақты, неғыласын қатқақты. Көзі соқыры жеребе дұрыстау ақын таппапты. 90 күндей жаттаған неғыласын таппақты. Десін мына ағайын ақындарым келгенде алтынмен сөзін аптапты. Елдің мұңын айтайық, десін екі ақынды шешесі бекер таппапты. Сондықтан да бауырым, 300-дің жайын айтпасаң, екелі ауызыңызға үшелі жабам. Қақпақты ау алла деп сөз бастайын абылындай. Жалғанның ата бермес таңымындай. Дүбірден көрінейін дәрі құлдай, сүгірмен сәтті құлдың сарынындай. Қашағанның ауылына іздеп барып, сұпыларға соқтырған дауылындай. Бұл жердің қарттарына құлақ түрсең, Бағзыдағы Бағдаттың ғалымындай. Маңдайы таңдай нұрлы Маңғыстауын Мәриямның күнде көрген жарығындай. Жепсіз байлап тастайтын жерлері көп, Жүсіптің жанарының жалынындай. Ұлыстың басын қосып жатқан жерсің, жүністі жұтқан киттің қарынындай. Жер бетінде
жерде бақытты жұрт бар мекен, Мұхаммед пайғамбардың қауымындай, аюдай алыптардың ауылы бұл, аюптың сарқылмайтын сабырындай, әруағын қоздырса бас алатын ғазіреті әлидің қаруындай, алшынның баласына сәлем бердім, алшан басып жүретін хануындай, ассалаумағалейкум қалқалың адай, алаштың алынбайтын алыбындай, жерінде 362 әулие, 300-дің 62 қамырындай ай. Ал жұртым бір қыстан қақымды, бәйгеге қостым атымды, елімде өтсем арманды, демімді алғанша ақырғы. Маңғыстауыма келгенде сөз айтайыншы татымды. Маңғыстау менің маңдалам, сахарда тұрып зарлаған, әулие еді әр бабам Афлатоннан да ақылды, үлгеткен Әбу Бәкірді. Ерлерің атқа қонғанда құндыздың қызыл темізін дулығасымен сапырды. Жердегі жау түгілі аспандағы күнді де ұясына батырды. Осындай елге келгенде алайын менде ақымды. Арғатасы алаштан, бергатасы әнестен, білемін асыл затыңды. Жаттап өскен ұл едім қашағаннан қалған нақылды. Қыдыр қожаның кезінде аспанға бөрік атылды. Адай атам туылып алашты түгел шақырды. Ордалы қазақ баласы отпанға тікті шатырды. Арғынның бие Әспанбет айғайлап азан шақырды. Адай деп қойды атыңды. Құрбағы болып келгесін, қашағанның бұл сөздіп әрине бізге мақұлды. Осында елге келгесін сөз айтайын татымды. Құшағымда ашып қарсы алдың, Аспанбек бидің ізімен Аспанбектей ақынды ай. Маңғыстауыма Баянауылдан келгенмін. Әлки Марғұлан айтқандай, жер бетінде ешкім жетпейді қонақ жайлығына сендердің. Сәтбаевтың кезінде қанды соғыстың өзінде өнерге көңіл бөлгенмін. Шақырып бұрын жырауды 40 күндей, Қырымның 40 батырын 40 күндей жырлатып запис қылып бергенмін. Бері қарай келсеңіз, көшбасшысындай керуеннің, соңғысындай ерлердің, кешегі Әбіш атамды алғаш депутат болғанда Баянауылымнан көргенмін. Біздің елді қамдандапты ішінен алып ел жердің, ішінде қалмай шеңбердің. Еріміз бір болғасын, елімізді де тең көрдім. Құшағыңа бас алсаң, кешегі Кекілбаевтың кекілінен сипап ең алғаш бәйгеге қосқан жерденмін ай. Сарыарқадан кеп қалдық ән ойнатып, қиғулап отырсаңдар қан қайнатып. Соңғы түйе жүгауыр дегендейін Баянтаудан мен келдім шалғай жатып. Пірдің соңы бекеттің еліне кеп, жырдың соңын айтқан ерім, қандай бақыттай. Адай жұрты ұл туса, аң найзасын жастаған, адай жылқы жұлқынса, ақал текелер ақсаған. Осында елге кеп қалдым, төрінен қыдырып қашпаған, қарсылас боп бұйырды, жаңа өзеннен кеп тұрған, Абай дейтін жас бабам, Абай бабам, Абай бауырым келдіңде, кітап бүгінде жастаған, айналайын бауырым, адай қайта туған мен, Абай қайта тумайды, жаман емес бастаған. Мұрын жыраудың бізделдің, жаңағы 40 батырды 40 күн бойы қақсаған. Сондықтан да алдыңда жөн болмас ауыз ашпаған. Өз еліңде отқанда шығып қалмасын масқараң, үнің шықпай қалмасын. Жаңайлардың итіндей ішін буып тастаған ай. Жөн болмас жақсылыққа ойламасам, иттің ішін буат
жаңайды айттың, қайтеді бір ұрумен ойнамасаң, иттің ішін буатын сол жіппенен, болмайды аузыңды байламасаң. Сөзіңе отқан елім таңғалама, жырыңды кетейінші жалғабаға, абайға айтып тумайды деп отырсың, мәйексіз сөзіңізде мән болама, тумайтын бұл өмір, тумайтын ендігі деп пайғамбарлар адамзатты жаратар Аллағына. Ел барда дәл осылай демеп тұрар, мен емес көрінгеннен көмек сұрар. Естақын айналадан мысал алмай, ауылының жай күйін дерек қылар. Ералаған отпанға бастап барып, осы жылы іс қылды керек қылар. Енді айтеке Қазыбек төлелердің бейнесі биігімде бөлек тұрар. 300-ге сауын айтып салып қойған үш бидің ескерткіші ерек шығар. Ал енді осы отырған кең сарайдың есімін елмен қалып елеп сұрар. Абайдың атын берсек бұл сарайға хакімнің даналығы себеп шығар. Осыларды бөле жармай ардақтаған мынау елдің пейілі бөлек шығар. Бар қазақ бірін бірі сүю үшін маңғыстаулық махаббат керек шығар. Кетейін сөбелердей, көрінген көк аттыға міне бермей, ұлт болуға кесірі тиіп жатқан ұсақ түйек нәрселер жүреленбей. Мысалы көп адамдар көлігінің артына руын жазып шіренердей, нөмірінің үстіне беріш шеркеш Найман деп жазса көңілім түнерердей. Тамыры бір қазаққа не болды екен, бір рудың атына тірелердей. Оспандардың аруағы ырза болмас, орыныңнан қазақ деп түрегелмей. Жалпалаштың бірлігі керек болса, алталаштың тілеуін тілеп өлмей. Атаң емес адамның ұлы бол деп бабалары да бірлікті тілегендей. Ендеше бір қазақ боп оянатын күн жетті ғой, бөлініп жүре бермей. Рухани жаңғырып жатқан кезде ұрулық деңгейде бір сүре бермей. Керегіне бұл жерде ерегестің, жоқ әлде келіп тұрма төбелестің. Адай туса туады деп қоясың, өзіңді шын мықтыға бөлемес кім. Абайға айтып тумайды дедің және, осы сөзің бауырым жөн еместім. Аспанбек аспандама ұлыларды өлтіріп тірілтетін сен емессің. Ау өлтіріп тірілтетұғын, Алланың бар ғой расы. Мен өлтіремде дегем жоқ, тірілтемде дегем жоқ. Жөн болар жайды сұрашы. Білмесең айтып берейін, қарғыс деген нәрсе бар. Қақыратып жіберер, адамға тисе кінәсі. Алғыс деген нәрсе бар, жарқыратып жіберер, сөзімнің барма шүбәсі. Есіңде болсын бауырым, тірілерді демейтін, өлілерді жемейтін адамзаттың дұғасы. Ол туылмаған тек ұлабай, тіл таңбалы бұладай. Арыстары арыстан Ақпатшамен алысқан Тәуімшармен Құдабай. Жалаңдаған 500 жәумітке, жалаң төс шапқан қармыстар, найза кірсе де құламай. Әулиелердің еледің әуеден жауған шұғадай,
бір бекетпенен бәстесіп Каспийді жарған екіге темірден қалған дұғадай. Осында елге келгенде мың жылға татыр мұрадай. Дұрыс сөйлейіп бауырым, осы менің сөздерім жатпасын саған ұнамай. Бәрін айтта бірін айт, аман есен жүр абай. Өлеңді төксем тұмадай, әңгіме бар мынадай. Баяқ өткен заманда жердің бетін жаулаған Шыңғысханның да жолын кесіп кетіпті бір адай. Маңғыстауым жасай бер, осындайда біздерге бір қол соғатын шығарай. Маңғыстауым жасай бер, Алланың өзі жаратқан жер бетіндегі мұражай ай. Бізде ақын едік қой осы ауылдың ұлындай. Көзіңнің оты көрінсін адайдың қызыл туындай. Жарқырап біраз сөйлеші арғатаңыз нұрындай, бергатаңыз мұрындай. Көк мойнақтың үйірі табылғандай деп едің. Бұл сөзді бүгін әрине мен қоймаймын ғой ұғынбай. Жарып сөйле ендеше жарылардың ұлындай. Сабалы болсын сөздерің, сары алтыннан қымбат бағасы сарғаның сары құмындай. Ақ сөйлегің бауырым, ақ береннің құнындай, ақ шымырау қызандай, ақын туатын біріңғай. Жаңа көсілем деп едің, көк мойнақтан туған құлындай, жарып жүре бер доданы, қанатымен от шашқан Каспийден шыққаны суындай ай. Өткеннің бәрі әулие, кешегі ишан шабардай. Шірімепті денесі ұйықтап жатқан адамдай. Тілектер қабыл болған жер, мың кісінді пір бекет Құдайдан сұрап алардай. Армандапты ер төлеп, жау қолынан өлсем деп ұран болаты қалардай. Басталып жатыр бірді бір балуан яз кешегі, Әли балта басында, алпыс батыр қасында, алынбайтын қамалдай түрікменге шауып барардай. Болмасақтағы кешегі қашаған менен аралбай тік сөйлейме деп едім, дірілдеткен Рухинді Иса досан бабаңдай. Голощекинмен егескен Маңмайұлы жалаудай. Көзілдеме деп отсам көк мойнақтан туған жаралдай. Тоғыз қабатты теңселтіп, сегіз арыс адайдың жеті қайғысы шабардай. Мен білетін бұл жердің жануар деуге келмейтін жылқылары да адамдай. Ал сенің мына шабысың шобан мінген шабандай. Топқа қосқан секілді тобыңнан қаналмай, басыңды көтермедің ғой, жемсен сайдың бойында жеміздеген қабандай ай. Өзіңді мақтақын деп хабарлайын, таусылмай жүре берші жанармайың. Жеміз деген саған жеміз деген қабан емес, еліне жер іздеген қабанбаймын. Кербенде кербен, кербен күн, жан өзеннен келгенмін, өзеннің жайлап етегін, өлеңді еппен өргенмін, қарсы келген қысырдың жағын жырмен кергенмін. Тектілерден баталған, батыр қала атанған, жан өзен дейтін шаһардан, нұрлы жол дейтін кербеннің куәсі болып келгенмін. Жырымды жыртым жақсаңдар, толқын боп қолды соқсаңдар, кемең боп кеп тұр кербенім. Құлым болсам да саспадым, додаға қосқан басқаным, құллагеріммен тең келдім. Жыртып жырым мен елді таңғыла, ақтандай болып алдыңа, шаранасындай шеңгелдің, домбыра қолғап мен келдім. Таң қылсам жырмен талайын, қиқуым қайда ағайын, қоштасам
қоштасар кезде осылай қошеметіңе шөлдермін финалға бәлкім әкелер ықыластарын сендірді қалай менің күздей болсын аққу жырым каспийде жүздей көрсін қоштасарда тілерім ағайынға балдарыңның жаманы біздей болсын аспанбек ақбауырым сен де аман бол тілеулесім жанымда сіздей болсын тілерім айтысым тек тоқтамасын ақындарды ақтаудай іздей келсін бұдан бұлай тыс дәстүрлі өтіп жыл сайын өнерімден үзбей көрсін елбасының күнінде ералаған ермановты осылай іздей берсін ал қабыл болсын тілегі абай деген ақынның бұл да барайық дейді ғой мен енді бастап жатырмын ақтанның айтқан термесі ақтаңның түрген пердесі алашта әлі туған жоқ абыл ақынның теңдесі нұрым жырау емес пе құдайдың сүйген пендесі қашағанды жаттамай қашаған аттай ұлдарға қашаған бақтың келмесі қазақ деп кеткен бәрінің қазыналы еді зердесі алыптарға елі бай алтынға толы жері бай алтынтайды жомарт жері досы көрпе Оразмағамбет Маңғыстауды зерттепті майға толы деп кеудесі бір кісінің маңдай тері ғой миллиардтың тапқан теңгесі ат тұяғы жетпесті жаяу жүріп шарлаған әмин тұяқтың жерлесі бокстап келген қазаққа шоқырып бөлтектіктермен алға жылжыған ел көші ерлері болған ел досы о жұртының алтын көмбесі ақкөз адай жасай бер қара шаңырақтың иесі қара қазақтың кенжесі жұп болған алла тағала абай дейтұғын балаға қатты кетсем бауырым сөзіме менің ренжіме мен қол салмайын жағаға күн досындай той болсын ақтау дейтін қалада Жаңаөзеннен келдім деп өлең бастаған сөз айтсам абай деген данаға өткен істі жыр қылып тұс сеппейін жараңа қойдай момын халқымды қолдай көр алла тағала отанның іші тыныш боп от тимесін далаңа оқ тимесін балаңа жақсы рахмет ақындар ал қазылар қас ақын мен жас ақынның қайсы басым түсті абай Жолмағамбетов Аспанбек Шұғатаев сонымен айтыстың бүгінгі кезеңі аяқталды айттым да ертең сағат 3-те айтыстың ақтық сайыстарын көруге